көрермендер болмауы олардың төмен нәтиже көрсетті дегенге біз ол нақты ашып берді деп айта алмаймыз. Одан кейін екінші тағы да бұл кісілер айтады, психологиялық тұрғыдан жаңағы дайын болмады деген секілді ол жағда әлсіз болды деп ойлаймыз. Енді өзіміздің кейсті айтып кететін болсақ, дефинициясына келсек, біздің негізгі философиямыз шын шеберге шаршалғанда тұсау жоқ. Яғни осы философиямызды бізді қуаттайтын, осыны анықтап беретін бізде аргументтеріміз ұсынса, бірінші аргументіміз бізде жалпы осы жемқорлықтың салдары деп алдық. Жалпы осы біздің жалпы спортшыларымызға осы олимпиадаға байланысты 2020 жылдың өзінде 10,9 миллиард теңге бөлінген. Спортшылардың даярлығына және олардың барлық жалақыларына, ішіп жеулеріне, жүріп тұруларына бөлінген, және ол ақша неге ақталмады? 10,9 миллиард теңге деген жалпы былай қарап тұрсақ, бір облыстың жылдық бюджетімен пара-пар ақша. Сол ақша бар болған 97 лицензияны тең бола алмады ма? Осы нәрсе. Одан кейін екінші біздің аргументіміз бір жылдағы жас ерекшелік. Яғни бұл олимпиада 2020 жылы өту керек, 21 жылға ауысты. Яғни спортшыларымыз формасы бізге Ольга Рыпакова деген спортшымыз барды. Ол 2020 жылы жаңағы іріктеу ойындарында олимпиадаға дейінгі жарыстарда жоғары нәтиже көрсетіп жүреді. Bir жылдан кейін ол бірінші этаптың өзінен өте алмай қалады. Оның өзі ол спортшының жасының кішкене ұлғаюына, өзінің жаңағы дайындығына кері әсерін тигізді. Одан кейін бізде үшінші аргументіміз пандемия деп. Пандемияны біз былай ашып кеткіміз келеді. Пандемия әрине барлық олимпиадаға кері әсерін тигізді, және бұл жерде кері әсерін қалай тигізді? Жоспардағы жарыстар өткізілмеді. Біріншіден, жоспарда мысалы олимпиададан 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын жарыстар өткізілу керек еді, сол жарыстар өткізілмеді. Дайындықтар болмады, спортлар, жаттығулар өткізілмеді. Карантинде жатты, және спортшыларымыз тоқтаусыздан ПЦР тесттер тапсырды. Бұлардың өзі спортшыларға психологиялық ахуал кері әсерін тигізіп отырады. Және бұл оның жеңіске жетуінің тежейтпегенінің бір мысалы болып табылады, бір фактор. Және соңғы біздің аргументіміз құлшыныстың болмауы. Спортшыларымыздың көзінде ешқандай от болған жоқ. Олар біз мемлекеттің намысын қорғап келіп отырмыз деген от болған жоқ. Біз бір ғана спорттың түрін алатын болсақ, мысалы бокстан Сәкен Бибосовты ғана көрдік. Және Сәкен Бибосовтың өзіне төрешілер тарапынан не болды? Аяққа шалу болды. Төрешілер тарапы ол айқын көріп тұрды. Және біз осы соңғы алдыңғы олимпиадаларға қарасақ, Рио олимпиадасында 18 медаль, рекордтық Қазақстан тарихында рекордтық медальдар алдық, және 22-ші орынға аяқ тіреді. Лондон олимпиадасында 24-ші орын, 11 медаль алдық, және ең соңғы біздің осы олимпиадада небәрі 8 ғана қола медаль. Бұл біздің сенім артқан спортшыларымыз жаңағы біз келтірген факторлардың нәтижесінде олар өзінің несін ақтай алмады деп есептейміз. Одан кейін біздің көршілес мемлекеттер Өзбекстан мысалы осы олимпиадада 32-ші орынға аяқ тіреді, және Қырғызстан 70-ші орында, Қазақстан 83-ші орынға аяқ тіреді. Бұл дегеніміз барлығымыз экономикалық жағында, барлық жағында барлығымыз деңгейлес мемлекеттерміз, бірақ белгілі бір себептермен бұл мемлекеттерде мысалға пандемия болды. Олар неге спортшылар алтын алып кетті деген сұрақтар бізде әлі таусылмайды. Және осы келтірген аргументтерді біздің қазір мен спикерім тағы да толықтырып өзінің ойын қосып кетеді. 30 секунд. Olay bu sağlıkta
пандемиядан кейінгі олимпиаданың жағдайы болып тұр мәселе. Қалай? Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, бұрын соңды әлем пандемияны бірінші рет өткізіп тұр, және де осы олимпиада бұндай форматта бірінші рет өтіп тұр. Залда ешқандай не жоқ, жаңағы көрермендердің жанкүйерлері болмауы, одан кейін жаңашылар енген спорт түрлері, бұл спорт түрлері көбіне Қазақстанда және де көптеген әлем мемлекеттерінде онша дамымаған, және де осыған сәйкес біздің спортшылардың психологиялық жағынан ауытқуы, жаңағы ұшырауы жайлы айтып өттік. Бұл дегеніміз, яғни шашалаңға түскен шын шеберден сол жоқ деген сияқты, шашалаңға түскен кез келген спортшы өзінің қолдау не нәрсе болмағаннан кейін қандай спортқа белсенді және мықты қатыса алуы мүмкін. Және де бұл спортшыларымыздың дайындық жайлы қазіргі өздеріңізге белгілі 20-шы жылы пандемия кезінде Қазақстанда көптеген карантиндік шектеулер кезінде спортшыларымызға бұл әрине әсер етті. Осының салдарынан олимпиада болған жоқ, және де олардың дайындығы формасына да үлкен әсер етті. Бұл тағы да айта кететінім, мысалға уақыт созылып кетті бұл жерде. Уақыт созылып кеткендіктен спортшыларымыздың назары бөлінуі мүмкін. Енді сіздерге айтып өтетін, жаңа сіздер айтып өтсіздер, жемқорлық жайлы сөз қозғайды білесіздер, қандай дәлел, қандай факт келтіріп отырсыздар. Мысалға оппозиция құрамында айтып отырмын, үкіметтен қажетті қолдау жасалып жатыр. Яғни спортшыларға көптеген кез келген мемлекет өзінің спортшыларын апару үшін қажетті соманы бөліп, және оны жағдай жасап, және оны бақылаушы тараптар қояды. Сіздер ол жемқорлық жайлы әңгіме айтатындай қандай дәлел келтіріп отырсыздар? Сіздер дәлел келтірген жоқсыздар. Екінші, сіздер жаңа айтып отырсыздар, пандемияны біз былай түсіндірсек деп бастадыңыздар, ПЦР тест тапсырды, онда былай қарап тұрсақ, біздің айтып тұрған форманы сіздер алдыңыздар да жай ғана обновить етіп, басқашалап жеткізіп отырсыздар. Бұл сіздерге енді дұрыс емес деп есептеймін. Себебі қалай? Пандемия кезінде осы біздің айтып отырған себебіміз, біз қойып отырған факті нақты Қазақстанға белгілі спорт министрлігі тарапынан, басшылық тарапынан айтылған пікірлерге сүйеніп айтып отырмыз. Себебі Бақтияр Артаевты, Қазақстан бокс федерациясының басшысы, ол кісінің айтуынша, мысалға, осы спортшыларымыздың пандемияның кесірінен, яғни осы жергілікті қолдау болмауынан жанкүйерлері, және де олардың дайындықтарының тым созылып кетуі осы біздің спортшыларымыздың нақты кедергі келтірді. Олардың белсене шашалаңға қатысып, еш алаңсыз өнер көрсетуіне де пікір қалдырған болады. Және де басшылық бар Андрей Крюков осы спорт министрлігінде, оның пікірінше осы еркін күрес бойынша, мысалы еркін күрес бойынша шашалаңға түскен жарыстарда кесте өзгерген де олар, кесте өзгерген. Яғни кесте бірінші ауыр атлетика, жеңіл атлетика шығу керек болған, негізінде ауыр атлетиканы бірінші шығарып жіберген. Және де бұның әсері осы біздің спортшыларымыздың нақты белсенді өнер көрсетуіне кедергі келтірді деген сияқты пікірлерге сүйене отырып айтып отырмыз. Сондықтан да сіздер осы нәрсені дұрыс түсінгендеріңізді қалап отырмыз. Яғни жемқорлық жайлы айтуға сіздерге ешқандай бұл жерде дәлел жоқ. Және де аяқтан шалу жайлы мақұл. Аяқтан шалу жайлы сіздер нақты қандай дәлелдер келтіріп отырсыздар. Спортшыларымыздың әрине спорт болғаннан аяқтан шалу болады, дегенмен спортшыларымыздың нақты дайындығы бұл жерде дайындығы да бір жағынан олимпиаданың деңгейін көрсетіп отыр. Уақыт бар ма өзде? Және де айта кететін жайт, осы олимпиада спортшылары бізде тағы бір айта кететініміз, олимпиадаға қатысқан спортшыларымыздың спорт түрлерінде, мысалы Қазақстанда қаншалықты дамығандығы, осы да бір себеп болуы мүмкін. Себебі айтқаны жақсы, ең айтарым осы, назарларыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Келесі кезекте оппозиция спикері Ерасым мырза, сөз сізге беріледі. Амансыздар ма? Жалпы сізге берілген тапсырыс негізі жаңағы жемқорлықтың бар екенін дәлелдеуді тапсырып кеткізсеңіз деп отыр. Біз жемқорлыққа неге сүйеніп айттық? Біз бөлінген 10,19 миллиард теңгеге сүйеніп айттық. Бұл менің лидерім айтып кетті, 2020 жылы Токио олимпиадасына қарсы бөлінген дайындығы. Одан кейін
2019 жылы 16,18 миллиард теңге бөлінген екен осы салаға. Ендеше осындай ақшаға нәтиже көрсете-алмаудың негізгі себебін өздеріңіз айтпасаңыздар да дұрыс. Яғни осы тұрғыда тағы да Қазақстан Олимпиада комитетінің бас хатшысы Артур Крюков былай ақталады, резервтер болмауы дейді. Осы пікірге біз жалпы оппозиционер ретінде қатты қанымыз ашты, өйткені бір жыл пандемия неліктен резервтер дайындауға кедергісін келтіреді. Бұл пандемия Қазақстанда залдарда, спорт залдары, алаңшалар жауып қойғанымен Азия чемпионатын тоқтатқан жоқ. Сондай-ақ Азия чемпионатына барған біздің спортшыларымыз боксқа қатысты айтып отырмын, үкімет қарсыластар және олимпиадаға тізімін алып барады. Бұл резервтің болмауы. Бұл жөнінде Қазақстан боксы Африка чемпионы Ермахан Ирагин өте ашынып айтты. Не үшін бізде резерв жоқ? Не үшін олимпиадаға баратын спортшыларды біз Токиоға алып барамыз деп. Одан кейін спикер жаңа біздің немізге философиямызға қосылып кетті. Шын шеберге сау жоқ деді. Бұл да өздеріңіздің бір кемшіліктеріңізді көзіңізге түсіп қалды. Одан кейін қысым болды. Білесіздер ме, олимпиаданы бастан аяқ көрген адам ретінде кез келген елдің спортшысы қарсыласымен үйге түскен жағдайда саясаттың сахнада келе жатыр. Мысалы үшін жаңа аяқтан шалуға нақты дәлел сұрадыңыздар ма? Дәлел жартылай финалда Сәкен Бекбосыновтың ағылшын боксшымен жекпе-жегін көрдіңіздер. Одан кейін бірінші раундта мүмкін ағылшын мен қазақ теңбеден түскен, екінші, үшінші раундта Сәкеннің фаула болғанын өз көздеріңізбен көретін боласыздар. Осы жерге біз аяқтан шалуға бір дәлел ретінде келтіріп қойдық. Ол тек қана мен жартылай финалда, яғни нақты көзі әлемнің назары ауғанын айтып отырмын. Ал ширек финалда 1-8-де ондай жағдайлар өте көп болды. Одан кейін тағы да қысым болды, яғни жаңағы Айбар тарапынан оны жаңа Бақтияр Артаев айтып отырса, Бақтияр Артаев жалпы бокс Айбар ағылып болғандықтан оларға қарсы ешнәрсе айта алмады. Одан кейін қысым жағынан тағы да допингті қосып алып, біздің 2012 жылы Лондон олимпиадасынан біздің 4 алтын медалымызды, 4 чемпионымыздың медалын тартып алғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Бірақ сондай-ақ бұл қысым міндетті түрде ол спортшыларға әсер етті. Яғни біздің қысым деп және саясат деп келтіріп отырған себебім осындай жағдайларға байланысты жалпы Қазақстан спортшылары қатты қысымға ұшырады. Бұл да бір. Одан кейін қақтығыста біздің пандемияны жай ғана жаңарып кетті дейсіздер. Сіздер біз оған келісе алмаймыз. Одан кейін пандемия бірінші рет дейсіздер. Спикерге осы жерде тағы қақтығыс айтқым келіп отыр. Пандемия бізде Қазақстанда бірінші рет шығар. Бірақ 90-шы жылдары, 2000-ші жылдары Қытайда, Кореяда вирустары олардың басынан өткізіп қойған. Олар қалай қорғану керек екенін жақсы біледі. Енді әрине әлемдік деңгейде болды деп айта алмаймыз, бірақ мүлдем пандемия немесе карантиндік шаралар осы уақытқа дейін болмады деп айту қате. Тіпті сіздерге қазақ тарихында оба шешек ауруларының қалай көзін жойғанын қарайтын болсаңыздар, осы кәдімгі пандемия карантиндік шаралардың бұрынғы үлгісін көретін боласыздар. Менде уақыт бар ма? Ендеше қарсыластарымыздың айтып отырған жалпы пандемия бірінші рет деген біз осылай нақты жоққа шығарып аламыз. Және өзіміз айтып өткендей, жалпы лидерінде жаңа айтып өтті, құлшыныстың болмауы. Біздің соң аргументіміз болатын құлшыныстың болмауы. Яғни біздің философиямыздың өзінде шын шеберге шаршы алаңда сау жоқ дейміз. Яғни мысал үшін сіздерге құлшыныс деген нәрсені дәлелдеу үшін мен жартылай финалда асаулы салмақта Қанышбек Қоңғабаевпен бокста шыққан америкалық боксшыны айтамын. Ол боксшының техникасы Қанышбектен 2 есе емес, 4 есе тіпті 5 есе аз. Ол тіпті сол бірақ өзінің құлшынысымен финалға дейін барып өзбек боксшысынан жеңілген болатын. Яғни егер де нақты біздің аргументтерімізге, дәлелдерімізге сенімдеріңіз болмаса, сіздерге солардың қайталауларын көруге кеңес беремін. Рахмет. Сізге де рахмет. Олай болса ойының бөлімі аяқталды. Форумнан ой көтерушілер бар ма? Форумнан ой көтерушілер жоқ болғандарыңызды
ашты. Өздерінің кейстерімізді. Өздерінің кейстерінде бұл кісілер пандемияның салдарынан көрменің болмауынан біздің спортшыларымыз жоғары нәтиже алып бере алмады. Біз оған тиісті қарсылығын білдіріп, ол аргументті құлаттық деп есептейміз. Және одан кейін бұл кісілерде басқа тұшымды нақты келтіретін аргумент болмады деп есептейміз. Және біздің өзіміздің кейсімізге оралатын болсақ, кейс формат бойынша біз нақты келісу құралды барлығының дефинициясын, философиясын, аргументтерімізді ұсындық. Және аргументтерімізде жемқорлық туралы және пандемияның ашып көрсеттік, құлшыныстың статистика арқылы біз барлығын нақты келтірдік деп ойлаймыз. Және аяқтан шалу деген секілді, жаңа мысалы қысым дедік спортшыларға қысым жасағанда бір ғана бокс емес, бізде еліміздің көптеген спорт түрлерінен 97 лицензия алып бардық. Және ол кезде тек бокстан емес, көптеген спорт түрлерінен қысым болды. Оның бірі мысалға ауыр атлетикада Зүлфия Шыңшанлының екі көрсеткішін есептемей, үшінші көрсеткішінде ғана мүмкіндік беру. Оны көрсетті деп есептейміз. Яғни төрешілер тарапынан бұл аяққа шалу болып есептелінеді. Бұл тағы бір фактор болып саналады. Және жас ерекшеліктерде бір жылға кейінге шегерілгеннен кейін біз спортшылар өзінің формасын жоғалтады. Одан кейін спортшылардың жасы ұлғайғаннан кейін ол бір жыл алдыңғыдағыдай оның күш қуаты, оның қайрат жігері сол секілді бола алмайды деп оны да нақты ашып біз көрсеттік. Жалпы бүгінгі ойын бойынша біз өзіміз алға қойған мақсатқа жетіп, шын шеберге шаршы алаңда тұсау жоқ деп, Токио Олимпиадасындағы төмен нәтиже көрсетудің себебін ашып көрсетіп бердік деп ойлаймыз. Рахмет. Олай болса ойын аяқтаушы үкімет иелері Бердихан мырза сөз кезегісіне беріледі. Сізге берілген уақыт 5 минут. Алғашқы минуттары барлық қарсылықтар тағы 4 минут деген сараптама. Себебі қазіргі онлайн көрермендердің болмай онлайн форматқа өту. Яғни болып жатқан елдердің онлайн түрде басқа елдерді сатып алу өте үлкен қаражатты талап етті негізінде. Өйткені қарасаңыздар біздің мемлекет оған 127 миллиард доллар жұмсатты. Бірақ дәл біз оны қымбатқа сатып алғанымен дәл сол бағада басқа елдерге арзан беріп аламыз. Яғни көп ақша соған кетіп қалады. Екіншісі жаңа аяқ шабуға байланысты қарасаңыздар негізі 206 мемлекет 11 мыңнан астам спортшы қатысты. Сіздердің айтып отқан бір-екі аяқтан шабу жарайды келісемін, мен де Қазақстан аяқтан шабу деп қабылдайтын көрген кезде. Бірақтан 2-3 спортшы арқылы соның несін тамақ 11 мың спортшы бар, 206 мемлекет бар, сонша медаль алмай қалды. Бағана біздің айтып өткен психолог жағдайлардың әсері айтып өткім келеді. Және жалпы біздің айтып өткен сараптамаларымыздың мен дәлелі өте весомый деп қабылдаймын. Өйткені бағана сіз айтқан жағдайлардың барлығы белгілі бір сипатта. Бағана айтып өткен нәрселеріміз бәрі весомый деп өзім ойлаймын. Өйткені айтып өткен жағдайда психологиялық және бағана қаржыландыру мәселесі деп айтсыздар, солардың біздің жағдайда айтылған жаңағы спорт түрлері қосылды деп айтты. Міне солардың барлығының әсері біздің төмендетуіне әкеліп соққандығын өзін алға тартқанды дұрыс деп қалдым. Сіздердің ойларыңыздың орынсыз деп. Жалпы айтқан кезде біздің Токио несін төмен болу себептерін жаңа алдын айтып өткен нелерді себептерін әлі де орын деп санаймын.
Жоқ, егер Зүлфия мен Сәкен шалбарды егер шалбарды екеуі алып алса, ондай харам болмас еді. Просто маған үйреткен бойынша да жемқорлық айтылмасын деген сияқты бірдеңе
сол үшін біз соған байланысты Жалпы сол мәселесі бар. Негізі жемқорлық заңсыз болмаса Неге басқа қол сұғушылық болмайды? Иә. Неге болмайды? Жоқ, просто сіз жемқорлықты айтып өткен есімде просто бізді не қылыватқан мысалы олимпиада болатында 2020 жылы осынша ақша бөлініп 2019 жылы оңдалды сол сумма бөлініп қойғанда 20-дан 21-де 2 жыл қатарынан еще 2016-дан бері 20-ға дейін дайындалған оған дейін еще бөлінеді ғой ақша сондай және сіздер апай форматында сабақ технология сол дүниелерді білесіздер ме? Сол дүниелер ойын барысында болды. Оны сіздер сараптама бөліміне шыққанда видеолар түсіндіріп берулеріңізге болар еді. Үркен мырза ойына жаңа идея енгізді. Пернехан мырза дезинформация енгізді. Пернехан мырза сіз жалпы ойын бойынша тақырып беріп өтіңіз. Әлі сіздер ғана алғашқы бір минутке бардыңыз, егер расында оппозицияның спикеріне тақырып беруіңіз керек. Если ондай болмағанда да ол басқа бір минуттың ішінде бітіріп тастасақ жоқ, бір минут білдіресіз, ол тек қана оппозиция спикеріне болады. Сіз оппозиция лидеріңіз, ол тек қана сараптама жасап, оған қарсы бере алмайсыз. Сол жаңа Үркен мырзаның жаңа идеясын сіз сараптама бөліміне айтып берсеңіз, ол маған жасалады. Ол мен байқағанмен сіз байқамадыңыз. Сіздерге